Сіздер мен құрметті көрермендер, Алматы облысы аумағында екі университет бар. Оның бірі Сүлеймен Демирел атындағы халықаралық университет болса, екіншісі Илья Жансүгіров атындағы Жетісу университеті. Бүгін Сүлеймен Демирел атындағы университеттің өкілдері біздің оқу орнына екі жақты қарым-қатынасты нығайту мақсатында сапармен келген болатын. Студияда қонақпен жүздесу бағдарламасы құрметті қонағымыз Сүлеймен Демирел атындағы университеттің ректоры Гаипов Давранжан Еркінұлы. Давранжан Еркінұлы, хабарымызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Еліміздегі жоғарғы оқу орындарының дамуына сіздің көзқарасыңыз қалай? Жоғарғы оқу орындары қазіргі таңда білім беру жағынан заманға сай дамып жатыр ма? Бұл өте кең ұғым, жалпы даму оған сәйкес болу, бірақ біздің елімізде баллон процесіне енгеннен бері бірқатар жұмыстар атқарылуда. Оның негізгі мақсаты Европалық жоғары оқу орындарының студенттер арасында алмасу бағдарламалары, профессорлық оқытушы құрамына алмасу бағдарламалары, соған сәйкес білім бағдарламаларының сәйкес болуы, олардың индустриямен сәйкестік барлығы қарастырылған. Сол бағытта жұмыстар атқарылуда. Соңғы 10-12 жыл болды. Мен ойлаймын, жемісті болып жатыр деп ойлаймын. Алдағы уақытта біздің қазір академиялық адалдық деген тақырыпта көтеріліп жатыр. Ол да өте маңызды компонент деп ойлаймын. Сол жағынан қараған кезде бір даму байқалынады. Бүгін жоспар бойынша екі оқу орны арасындағы ынтымақтастықты ары қарай жалғау жөніндегі меморандумға қол қойылмақшы. Бұл меморандум сіз бен біздің оқу орындарына не береді? Білім ордалары арасындағы тығыз қарым-қатынасты орнатудың басты тиімділігі қандай? Біз келу мақсатымыз, келу, осында танысу және де Жансүгіров университетінің тәжірибесін алмасу. Босқа келіп кету емес, келген кезде бір өзімізге үйреніп кету мақсатында келіп отырмыз. Тура сол секілді осы меморандум аясында студенттер екі жақты алмасу бағдарламалар болса, СДУ студенттері Жансүгіров университетіне келсе, Жансүгіров университетінің студенттері СДУ-ға келсе, тура сол секілді оқытушылар өз араларында алмаса, мен ойлаймын, жалпы білім, ғылым саласында қарқын даму тездейді осы процесс тездейді. Сол үшін бұл қарым-қатынас өте маңызды. Биыл сіздердің оқу орындарыңыздың ашылғанына 26 жыл толады екен. Осы сіздердің университеттеріңіздің алғаш ашылған кезімен және қазіргі таңдағы көріністерінің айырмашылықтары мен ерекшеліктері бар ма? Әрине, 96 жыл ашылғаннан бері шамамен 20-30 білімгер болса ашылған жылы. Қазіргі таңда 25 жылдың ішінде 7300 студентке жетті. Университет үлкейіп жатыр. Жалпы білім беру бағдарламаның саны артып жатыр, сапасы артып жатыр. Және Қазақстанда өзінің белгілі бір орны бар деп ойлаймын. Алдағы уақытта да жоғары оқу орындарымен бірлесе отырып, ортақ бағдарламалар, сондай ортақ жетістікке жетеміз деп ойлаймыз. Биыл Жетісу университеті өзінің жарты ғасырлық мерейтойын тойлаймақшы. Осы орайда сіздің жылы лебіз тілектеріңіз болса, мархабат. Мен жалпы осы Жансүгіров университетіне келгеніме өте қуаныштымын. Әріптестеріммен бірге осында келіп танысып, жарты ғасырлық мерейтойды шын жүректен құттықтаймын. Жеке өзім атымнан және университетіміздің атынан құттықтаймын. Осындан шыққан шәкірттер елімізде патриоттық сезімі жоғары азаматтар, еліне, мемлекетіне қызмет ететін азаматтар болуына тілектеспін. Осы азаматтарды тәрбиелеуде, білім беруде мен профессорлық оқытушы құрамына еңбектерін жемісті болуын тілеймін. Рахмет, Давранжан Еркінұлы, біз сіздердің университеттеріңіздің биік шыңдардан, белестерден көріне беруіне тілектеспіз. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, біздің осымен қонақпен жүздесу бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман сау болыңыздар.